Сәлем достар, қалдарың қалай? Менің влогыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып, қоңырауды басып қойсаңыздар, келесі видеоларды көре аласыздар. Бүгін бізде кезекті 6-шы сабақ профессия, яғни мамандық туралы айтатын боламын. Жалпы достар, мамандықтың түрлері өте көп, ал жалпы мамандық деген профессия дегенді біз ағылшынша profession деп атаймыз. Ендеше достар, мамандықтарды оқып бастайық. Ең бірінші, әрине, ол Абай атамыздың сөзінен бастап кетейін. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп мамандықты ағылшынша оқыды. Ұстаздықтан бастайық. Ұстаз, яғни орысша учитель, ал ағылшынша teacher. Келесі мамандық достар бізде дәрігер, яғни доктор, ағылшынша doctor болып оқылады. Бұл да бір жауапкершілікті кәдімгідей қажет ететін мамандық. Достарым, көріп тұрғандарыңдай, әрбір мамандық суреттің астында, мысалға учитель болса, teacher, астында ағылшынша транскрипциясы, яғни қалай оқылатыны, сосын өзіміздің жақшада кириллица әрпімен жазылып тұр. Осы бір құпияны бөлістім достар, және де сіздерге арнайы жасап қойдым. Соны пайдаланып, тез-тез осы ағылшынша сөздерді жаттап алыңыздар. Мейірбике, медсестра, ағылшынша nurse. Теңізші, моряк, ағылшынша sailor. Келесі шаштараз, яғни парикмахер, ал ағылшынша hairdresser. Сатушы, продавец, ағылшынша vendor. Аспаз, повар, ағылшынша cook. Өрт сөндіруші, пожарный, fireman. Пошташы, почтальон, postman. Құрылысшы, строитель, builder. Фотограф, ағылшынша photographer. Суретші, сурет салушы, художник, ағылшынша artist. Аула сыпырушы, дворник, janitor. Полицейский, police. Жүргізуші, водитель, driver. Даяршы, официант, waiter. Осымен достар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше тіркеліп қойыңыз.